Сәлем достар, Еркелерге ертегі каналында тағы да бір су жаңа ертегі. Тыңдауға дайынсың ба? Ендеше бастайық. Балалар, сіздер білесіздер ме? Ертеде кәдімгі аспандағы күн бар ғой. Сол балалардың не айтып жатқанын барлығын еститін болыпты. Алыста аспанда болса да бәрін естиді екен. Бір күні күн ұясынан көтерілсе, жерде күн бұлтты болыпты. Жаздың керемет күнінде балалар далаға ойнауға шықса, күннің көзі онша көрінбейді, күн салқындау екен. Тұрып, мә, жазда деген күн жанып тұрмай ма? Біз деген рахаттанып ойнаушы едік. Бүгін күн суық, сонда күннің қызметі не? Бізге шақырайып, жарқырап түсіп тұрмағаннан кейін күннің күн болмағаны ғой, дейді. Мұны естіген күн, балалар мені сағынған екен ғой. Ертең онда жұмысқа жақсылап тұрып дайындалып шығып, барымды салайын дейді. Келесі күні күн ұясынан шығып, бірден күн ысып кетіпті. Балалар далаға ойнауға шығайын десе, күн деген ып-ыстық қайнап тұр екен. Терлеп, борша шыққан балалар. Ей, күн, сен есің дұрыс па? Кетейін дедік қо. Мынау не? Жанып жатсың от секілді. Кішкене бір басылып, ыстығыңды бастан болмай ма? Біз өзен көлге барып шомылайық деген. Жанып кеттік қо. Күйіп бір теріміз. Күне, күн естіп тұрсың ба? Ау, күн деп айғалайды. Күн болса естіп, бұл балаларға не керек болды? Шықпасам шықпады дейді. Ыссы болсам, ыссы болды дейді. Ендеше, мен мүлде көрінбей қояйын бұларға. Ренжідім, дейді. Сөйтіп балалар күн ренжіп қалып, үшінші күні тас қараңғы, тас түнек. Балалар далаға шығып ойнайын десе, дала қап-қараңғы, еш нәрсе көрінбейді. Күн салқын. Сөйтіп, үйлерінде отырады. Бір күн өтеді, екі күн өтеді, үш күн өтеді, бір апта өтеді, күннен хабар жоқ. Тас қараңғы түн. Балалар ұйықтайды, уақытында оянса, дала қап-қараңғы. Бұл күнге не болды екен деп, қараңғыдан қорықса да достары қолдарынан бір-бірінің ұстап алып, күн, қайдасың сен? Біз қорқып өлетін болдық. Тоңып өлетін болдық. Жазғы демалысымыз бітіп қалайын деді. Уақыт болса зымырап жатыр. Қайдасың күн? Шықсаңшы, кешірші бізді, деп балалар жылайды. Күннің құлағына бір жылаған балалардың дауысы естілгендей болады. Не деп жатыр? Кім ей бұлар жылап жатқан деп тыңдаса, жердегі кішкентай достары екен. Содан күн мынадай шартқа отырыпты. Ей балалар, менің сендерге қоятын шартым бар. Мен енді жыл 12 ай бойы жарқырап тұрғаныммен әр мезгілде әр түрлі түсемін. Қыста күн сіздер қалағандай ыстық болмайды, бірақ мен шығамын. Көктемде қыста жауған қарды ертемін. Ал жазда ренжімеңдер, арасында асып, су, өзен көлдерді жылытып, сіздерді сол жерде күтетін боламын. Ал күзде сендер жейтін көкөніс жемістерді жинап алу үшін сәл суып, алыстау кетемін дейді. Бұны естіген балалар, мейлі күн, мейлі бәріне де көндік. Ең бастысы жаздағы керемет демалыс күнімізді ұрламашы, өтініш. Ертең барып суға түсеміз, сені сол жақта күтеміз, күнекеш, деп айғайлайды. Күн бұл дауысты естіп, балаларды кешіріп, келесі күні ұясынан ерте тұрып, күннің шуағымен, өзінің нұрымен, өзен, көл, теңіздің бәрін жып-жылы қылып жылтып қойыпты. Енді балалар, жазда сіздердің бастарыңыздан күн өтпеу үшін ересек адамдар біз не істей аламыз балапандарды қорғау үшін дейді.
Осы кезде голландиялық ғалымдар күннен қорғайтын осындай қол шатыр ойлап шығарыпты. Голландша зондик деген сөздің мағынасы күн жамылғысы дегенді білдіреді екен. Сондықтан қол шатырды тек жаңбыр жауғанда емес, ыстық күндері, әсіресе жаз айларында далаға шыққанда ұстап жүріңіздер. Бастарыңыздан күн ыстық өтпейтін болады. Келістік пе? Бірақ қатты ыстық болған кезде күнді ренжітіп алмаңдар. Сіздердің дауыстарыңызды естіп қойса, өкпелеп тағы шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан күн қандай болса да, ауа райы қандай болса да, біз оны жақсы көрейік. Келістік пе? Ендеше сау болыңдар.